Қайғы. Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрсеге баян жоқ екені рас. Жамандық та қайдан баяндап қалады дейсің? Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі мол, жақсы жаз келмеуші ме еді? Абай. Басына қайғы келсе, қапа болма, тарылып, назаланып шықпа діннен. Болмайды түн күндізсіз, күндіз түнсіз, ай кірсіз деген сөз бар. Құдай мінсіз. Шаттық пенен қапалық кезек нәрсе, бірінен соң, бірі бар артық кемсіз. Мәшһүр Жүсіп. Кейде адам баласы өмірінде шыраған әртүрлі келеңсіз оқиғаны, сәтсіз жағдайды ұмыта алмай, өзін іштей кеміріп, үнемі қайғырумен болады. Өткен өкінішті оқиғаларды жиі еске алып, жан жарасын тырналап, қайта-қайта қаната береді. Таңның атысы, күннің батысы, өзін және айналасындағы жан біткенді кінәлаумен, жазғырумен болады. Әттең, олай жасамағанымда бұлай болмас еді. Бұлай жасағанымда басқаша болар ме еді? Деп ақылап, оқылеп, бар уақытын өкінішпен өткізеді. Өткеннің ықпалынан шыға алмай, бүк түсіп жатып қалады. Еш нәрсеге зауқы соқпайды. Қайғының иіріміне ілігіп, терең тұңғиығына батады. Бір қайғыны ойласам, 100 қайғыны қозғайды. Демекші, мұндай күйдегі адамдар тек өткен шақпен өмір сүреді. Торығып, күйзеліске ұшырайды. Денсаулығынан айырылады. Тат темірді шіркеді секілді, қайғы да адамды кеміреді. Бір байқағаным, жол болмаған адамның көбі өткен шақпен өмір сүреді. Кешегі өткен өкінішті ұмыта алмайтын жандар екен. Өйткені олар өз мүмкіншіліктерін өткен шақтың жібімен тұсап, арқанымен байлап тастағандар. Өткен жылдары бір досымның інісі жүрек талмасынан бақилық болды. Ол бала бір жыл бұрын ата-анасына үйленуге ниеті барын айтқан екен. Бірақ әкесі мен анасы: балам, әуелі докторлық диссертацияңды қорғап ал, сосын үйлене жатарсың, деп кейінге қалдырыпты. Марқұмның жаназасына бара алмадым. Анасы Алматыға келгенін естіп, үйге шақырып көңіл шай бердім. Ол кісі қатты қайғыда екен, көңілі күпті. Бәлкім, баламның үйленуіне қарсы болмағанымызда тірі қалар ма еді, деп өздерін кінәлап отыр. Әрине, баласынан айырылу кез келген ата-анаға ауыр, көңіл қайғырады, жүрек жылайды. Бірақ өзін кінәлағанмен жарасы жазылмайды. Қайғы жан дүниесіне тереңдесе, адам күйзеліске ұшырап, соңында түрлі дертке шалдығуы ықтимал. Ешбір адам өз баласына жамандық тілемейді. Тағдыр деген бар. Адам баласы болашақта не күтіп тұрғанын болжай алмайды. Үйленіп алып, көбен тіршілікпен ғылыми жұмысы айда, өзі сайда қалып жатқандар жетерлік. Сол сияқты әуелі ғылыми зерттеуін қорғап алып, сосын үйленіп, бақытты болып жатқандар да аз емес. Сондықтан жақсы ниеттен туған шешімге өкінуге болмайды. Жазмыштан озмыш жоқ деген қағиданы жүрегіне иман етіп бекіткен халықпыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам басына қандай да бір қиыншылық, қайғы келсе, мен былай істегенімде басқаша болар еді, деп айтпағын. Керісінше, Алланың жазғаны, қалағаны болды деңдер. Әттең былай болғанда анандай болатын еді, деген сөз шайтанға жол ашады делінген. Хадисін айтып жұбатуға тырыстым. Расында да, қайғының емі адамның ішкі сенімінде, берік иманында, терең дүние танымында. Ең әуелі мынаны мойындауымыз қажет. Адам баласы пенде. Барлық нәрсе біз ойлағандай бола бермейді. Тағдырдың бұралаң бұрылысында не күтіп тұрғаны беймәлім. Оқиғалар қалай өрбитінін білмейміз.
Кездейсоқ ұшырасатын қайғылы жағдайлар да тағдырымызға жазулы. Кейде саналы түрде қабылдаған шешімдеріміз қате болып, көкірегімізді күдікке, көңілімізді өкінішке итермелейді. Адам баласы қанша жерден дұрыс шешім қабылдадым десе де, сол сәттегі көңіл күйі мен тап болған жағдайлар тікелей әсер етпей қоймайды. Дәл осы сәтте адам баласы өзін кінәлауды доғарып, бір мезет пенде екенін ұғынуы тиіс. Сынақ әлемінде екенін ұмытпасын. Біздің қайғымыз біреулер үшін шүкір ететін жағдай болуы да мүмкін. Мына дүниеге жоғалтқанымызды ана дүниеде табатынымыз да сөзсіз. Қателік кеткен болса, Алладан кешірім сұрап, оны түзетуді, оқиғадан сабақ алып, харекетке көшу ләзім. Көңілге медет, кешірімді де рақымды жаратушымыздың бар екендігі. Мына дүниеде жіберілген олқылықты тәубе арқылы түзеуге мүмкіншілік мол. Қайғыға сабыр етсең, оның таудай сауабы бар. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: мұсылманның жағдайы қандай ғажап. Бұл тек Аллаға шынайы бойынсынған кісіге ғана тиесілі. Оның басына қуанышты жағдай орнаса, шүкір етеді. Бұл сонда оған қайырлы болады. Ал басына қиыншылық түссе, сабыр етеді. Нәтижесінде бұл да оған сауап болып қайтады. Барлық жақсылық пен жамандық Алланың рұқсатымен ғана жүзеге асады. Құранның Тахаббун сүресінде басына келген әр пәлекет, кез келген қиыншылық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кімде-кім Аллаға шынайы иман келтірсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа, тура жолға салады. Алла бүкіл нәрсені біледі делінген. Дүниенің біз білмейтін сырлары көп. Тағдырға иман жанымыздың сусыны. Кейбір ұнамаған істердің артында біз ойламаған жақсылықта тұруы мүмкін. Артынан қанша жүгірсек те жүзеге аспай қалған істер біз үшін қайырлы болуы мүмкін. Егер өміріне сынақ келсе, менің басыма неліктен қайғының қара бұлты үйірілді, кеп түнілме. Мұндай жағдайға тап болған жалғыз сен емессің. Алланың ең сүйікті құлы, пайғамбарлар падишасы Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам тұл жетім өскенін, өз қолымен 6 бірдей бауыр еті баласын қара жердің қойнына тапсырғаны біл. Әбдімәтіліптің жетімнен басқа пайғамбарлыққа адам табылмай қалып па дейтін қорлық сөздерді естігенін ұмытпа. Бірақ барлық қиыншылық кетті, сынақ бітті. Сонында әлемге нұрын шашып ислам діні, Алла елшісінің ізгілікке толы ғибратты ғұмыр қалды. Олай болса, сенің де басына түскен жайсыздық өтеді. Өмір бір орында қалыпты тұрмайды. Ғұмыр бір сыдырғы болмайды. Түсуі болғаны секілді қисығы да ұшырасады. Сөзсіз қиыншылықпен бірге жеңілдік бар. Күмәнсіз ауырлықтан соң жеңілдік бар. Құранда қатар келген бұл екі аятта қиыншылықтан соң жеңілдік болатынын білдірген. Ендеше, қақыған қыстан кейін жайма шуақ көктемнің келетіндігі, тас қараңғы түннен кейін бозарып таң ататындығы, алай-дүлей дауылдан соң тыныштықтың орнайтынын қандай заңдылық болса, қиыншылықтан кейін де жеңілдіктің жететіндігін сондай ақиқат. Бастысы, сабыр мен дұғаны қару етіп, үмітсіздікке түспей, қолдан келер әрекеттерді орындауымыз керек. Нәтиже Алладан. Өмірде кездесетін кез келген қиыншылықтың бізге ұнамаған оқиғалардың астарында ғұмырлық ғибрат бар. Рухымыздың кемелденуі, мінезіміздің ширауы бар. Қайғырған жан. Дүниеге жоғалтқанның орнын Алланың өзі толтыратындығын әсте естен шығарма. Құдси хадисте Алла тағала құлымның жанарын алып сынағанда, құлым оған сабыр етсе, оның орнына ақыретте 1001 жақсылыққа толы жұмағымды тарту етемін деп сүйіншілеген. Мына дүниеде түрлі қиыншылыққа сабыр етудің қарымы ретінде жұмақтың төріне жайғасқан құлдарына сабыр еткендерін үшін Алланың сендерге тыныштығы мен есендігі болсын.
осынау ақырғы ақирет мекені қандай керемет деп ілтипат білдіріледі. Әке-шешенің, туған бауырдың және басқа да қимас адамдардың бұл дүниеде қайтуы кез келген адамның, әсіресе бүлдіршіндердің нәзік жүрегіне ауыр соққы. Мұндай ауыр қайғының орнын тек қана сол сүйікті адамдармен қайта қауышуға, ақыретте қайта тірілуі деген иман ғана толтырады. Ақыретте бұл дүниеден өткен сүйікті адамдарымен қайта табысып, қайта қауышатынына иланған кез келген адамның жүрегі орнына түсіп, солған гүлі қайта тіріледі. Иманы кәміл жандар бұл дүниедегі қимасының қайтқанын естіген сәтте күмәнсіз біз ұлы жаратушымыздан келдік, әрі ұлы жаратушымызға қайта қайтамыз мағынасындағы аятты көкейіне түйіп, Құранда мақталған сабыр нәрін жүрегіне қорек етіп, қимасына деген ыстық сезімі мен сағынышын ертеңгі ақырет күніндегі қауышуға, мәңгілік өмірге аманаттайды. Адам өмірдің өзегіне көңіл бөліп, өмір сүрудің түпкі мәнін, ұлы мұрат пен биік мақсатты түсінгенге, көптеген проблеманың шешімі оңай табылады. Уақытша дүниенің қысқа өлшемдері мен барлық проблеманы шешу оңай емес. Тағдырға иман мен ақыретке деген сенім осындай қиын сәттерде адамды адастырмайтын жалғыз ақиқат, теңдессіз күш. Көбіне адам әдеттеген жолымен жүріп, үйренген есігінен кіріп шығып жүре береді. Басқа жолдар мен өзге есіктердің бар екендігіне назар аудармайды. Сүрлеусіз өмірде өзін қауіпсіз сезінеді. Ал алдынан шыққан әрбір қиыншылық өзгерістің уақыты келгендігін ишараты һәм жаңа есіктердің ашылуы үшін саған берілген зор мүмкіншілік екендігін ұмытпа. Бұл кәсіпте де, өмірде де солай. Бітпестей көрінген қайғымын төбенен жаңбыршы жауады. Бірақ ғажайып жеті ренімен боялған әсем де, әдемі кемпір қосақ та жаңбырдан кейін пайда болатындығын ұмытпа. Мәулана. Әр нәрсенің өлшеуі бар. Кейбір адамдар өздері ойлап тапқан атақ, мансап, ақша, әйел секілді пұттарды құдайға айналдырып алады да, оларды өлердей жақсы көреді. Аллаға тиесілі махаббатты соларға арнайды. Жүректегі бар махаббат ең кемел сүйіспеншілік, өткінші һәм кем дүниелерге арналғанда түрлі проблема мен уайым қайғыға себеп болып жатады. Өйткені адам рухы уақытша һәм құбылмалы нәрсеге қанағаттанбайды. Мысалы, Құранда Ибрахим пайғамбар әуелі жарқыраған жұлдыздың, содан кейін жарық айдың, одан соң нұрын шашқан күннің белгілі уақыттан кейін ғана ғайып болып жоғалатындығын аңғарып, бұлардың ешқайсысы маған құдай бола алмайды. Мұндай ғайып болатын уақытша дүниелерге шынайы махаббатымды арнай алмаймын. Мен жер мен көкті жаратқан мәңгілік иесі бір Аллаға жүзімді бұрып, шын махаббатымды соған арнадым, деп адамның жан дүниесі мен мәңгілікпен ғана жай тауып қанағаттанатындығын аңғартады. Бұл ақиқат. Өйткені мына дүниеде ерте ме кеш пе бар махаббатынды арнаған уақытшылардан айырылатын күн келеді. Кем дүниелер әшкереленіп сыр береді. Бұл жағдай жүрекке ауыр соққы болуы мүмкін. Мысалы, мансапқа бар махаббатын ардап, жүрегін түгелдей байлап берген адам қызметтен айырылса, еңсесі түсіп күйзеліске тап болады. Мал, дүние де солай. Байлығынан айырылып қалғандар да қатты депрессияға түсіп кететіндігі сондықтан. Тіпті Аллаға арнаулы кез ең кемел махаббатты баласына арнап, оны өмірдің мәніне айналдырып жіберсе, алда-жалда баласынан айырылып қалса, айықпас дертке душар болып, жүрекке аса ауыр соққы болмақ. Дұрыс түсініңіз. Бұл дегеніміз бала-шағанды жақсы көрме деген сөз емес. Ұрпағынды жақсы көр, сүй. Бұл Алланың адам болмысына қойған мейірімі мен табиғи сүйіспеншілігі.
бірақ өлшемінен аспау қажет. Абай айтпақшы, әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керек іс. Ойланбақ жақсы. Іске тіпті сылынып кеткен кісі ойын білмей алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық. Бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Сөз түйіні. Аллаға арнаулы тиіс ең кемел махаббатты басқа пәни заттарға, дүние мүлік, атақ, даңқ, тағы басқаларға арнаудың арты уайым қайғыны тудырады. Абайда Тәңір үшін махаббат қылу, барша жаратылысты жаратқан үшін жақсы көру пәлсапасы бар, яғни ең кемел махаббатты кемшіліксіз, мәңгілік Құдайға арнағаннан кейін жаратқан үшін жаратылғанды жақсы көрсең, олардан ажырағанда ауыр азапқа, айрылғандай айықпас дертке шалдықпайсыз. Өйткені жүрегін мәңгілік махаббатқа толып тұрғандықтан, һәм пәнидің өткіншегі екенін әу бастан санан мен жүрегін қабылдағандықтан уайым қайғыны жеңіл өткізесіз. Жаратқан үшін жаратылғанды жақсы көру дегеніміз не? Мысалы, сіз отаныңызды, өскен өлкеңізді, туған жеріңізді жақсы көресіз. Елден жырақтаған жағдайда туған жердің бір уыс топырағы мен сынақ қурайына дейін саған қымбат. Әрбір нәрсе өскен өлкеңді есіне салады. Туған жер үшін оған қатысты барлық нәрсені жақсы көресің. Басқа бір мысал, Абайдың жақсы көрген адам, оны өмірде киген шапанын да жақсы көреді. Ұстаған домбырасын да оған қымбат. Байқағанымыздай Абаймен қатысы болғандықтан, қатардағы шапан мен домбыра ерекше мәнге, құрметке ие болып шыға келді. Міне жаратушы үшін оның жаратқан күллі жаратылысын да жақсы көру солай. Я бақи, әнтәл бақи, яғни уа мәңгілік Алла, сен ғана мәңгілік махаббатқа лайықтысың. Зікірі, бұл қайғырған жүрекке дауа. Қиындыққа душар болған адамдар осы зікірді көбірек айтқаны дұрыс. Сондай-ақ Алланың я кашшаф, яғни барлық қиыншылықты кетіруші, жүректегі шынайы махаббат пен бойдағы түрлі қабілеттерді ашушы дегенді білдіреді. Алланың есімі бар, бұны да жиі қайталап айту абзал. Сыбызғы сыры. Жап-жасыл болып жайқала өсіп тұрған құлақты бір ұста көкте орып алды. Тамырынан ажыраған құрақ қамыс өлдім, біттім, құрған жерім осы деп ойлап қатты өкінеді. Басқалар секілді жап-жасыл болып жайқалып өсуім керек еді деп қайғырды. Үлгі ұста қамысты әбден кептіру үшін күнге қақтап, желдің өтіне тастайды. Уақыт өткен сайын бойындағы ылғалын жоғалтып қурай бастаған құрақ одан бекер өкініп, жап-жасыл болып жайқалып өсіп тұрған балғын шағын жиі еске алады. Басына түскен тауқыметке қайғырады. Құрақ әбден кепкен кезде ұста сыртындағы қабығын аршып, сабағын қалдырды. Қабығынан ажырап қалған құрақ одан әрі қайғыра түсті. Ұста қабықсыз құрақты қызып тұрған темірмен күйдіріп, әуелі ішін босатып, қуыс жасады. Сосын әр жеріне 7 рет теседі. Бір кезде күтпеген жағдай орын алды. Әлгі ұста 7 жерден кесілген құрақ қамысты алып үрлеген сол еді. Ғажайып әуен, мұңлы да сырлы саз төгіледі. Бұрын мұндай әсем де әсел әуенді естіп көрмеген құрақ қамыс тамаша күй кешті. Алғашында біріне бір ұқсамайтын сырлы сөз, ғажайып әуен өз бойынан шығып жатқанына сене алмады. Сөйтіп, ол сырлы сыбызғыға айналғанына қуанды. Мұндай мәртебеге жету үшін көрген азап пен қиыншылық бекер емес екеніне көз жеткізді. Ұстаға алғыс айтып шүкір етті. Бұл қиссадан не түсіндік? Адам осы құрақ секілді басынан өткізген қиыншылыққа сабыр ету арқылы шыңдалады. Сабыр мен күту арқылы кемелдене түседі.
құрақтың қабығынан ажырағаны секілді сыртқы алаңдаушылықтан құтылады. Іші қуысталып, ойылғаны тәрізді ішкі менмендігінен арылады. Сыбызғының 7 тесігі іспетті нәпсінің 7 мәртебесінен өтеді. Сонынан рухани кемелденіп, кәміл деңгейіне жетеді. Сырлы сыбызғыға айналады. Қайғыны жеңіл еткім келсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кімде-кім қиыншылыққа тап болған адамның қиындықтарын кетіруге көмектессе, Алла да оған көмектесіп қиыншылығын кетіреді деген. Қазіргі таңда ғылым дәлелдегендей, адам баласы басқаға көмектескенде ағзасында дофамин, эндорфин, серотонин, окситоцин секілді қуаныш пен жақсы шабыт сыйлайтын гормондар бөлінеді екен. Расымен солай. Қайғыны бөліссе азаяды. Қазіргі таңда көптеген психолог қайғыға тап болғандарға осы тәсілді ұсынуда. Өзіңді тәрбиелеп, сан түрлі жетістікке жеткен сайын адамдарға мейірімді бол. Ұлты мен жынысына, діні мен діліне, түрі мен тіліне, жасына қарамастан барлық адамға құрмет көрсетіп, қамқорлық жаса. Мұқтаж болған жандарға қол ұшын беріп көмектес. Көңілі түсіп, рухы құлаған жандарды сүйе. Ең болмаса жылы сөзімен жандарын семірт. Мына әлемде жақсылықтың барын дәлелде, үміт сыйла. Абайдың адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде мұнан басқа деген ғибратты сөзін әркез жадында ұста. Тәубе техникасы. Басымызға түскен қиыншылық пен сәтсіздіктің себебін тек материалдық тұрғыдан іздеу қателік. Рас, Алла тағаланың жаратқан материалдық себеп салдарлары мен түрлі заңдылығы бар. Оларды қолымыздан келгенше орындауға міндеттіміз. Бірақ көп жағдайда адамдар өздері тап болған проблемалар мен қиыншылықтардың рухани астарына үңілмейді. Перденің арғы жағындағы сырларға мән бермейді. Алла тағала өзінен алшақтаған құлдарын өзіне қарату, жалбарынтып тәубе ету үшін әр түрлі кедергі жібереді. Рум сүресінің 41 аятында адамдардың өз қолымен істеген жамандықтары мен кінәләрінің кесірінен теңізде де құрлықта да бүліншілік орын алып, ондағы жүйе мен тәртіптің астан-кестені шықты. Сол арқылы Алла оларға бәлкім райларынан қайтар деп өз қолдарымен істеген кесірлі істердің зардабын тартқызуда делінген. Алла адамды қиыншылықпен сынайды, өйткені өмір ешбір қиыншылықсыз біз қалағандай керемет болса, Құдайды естен шығарып аламыз. Жалпы адам табиғаты солай. Қазақтың тісі ауырып, балтыры сыздамағаның Құдаймен ісі жоқ деуі осыдан шыққан. Сондықтан әрдайым маған бұл қиыншылық не үшін келді? Қай жерде қателесіп мүлк кеттім? Кімді ренжіттім? Кімнің ақысын жедім? Алланың маған жүктеген міндеттерін толық атқарып жүрмін бе? Бұл қиыншылықтар арқылы Алла менен нені қалайды? Тәрізді сұрақтарды өзімізге қоя білуіміз керек. Жан дүниемізбен сырласып, ішкі әлемімізге үңілуіміз қажет. Бірақ жоғарыдағы сұрақтар арқылы одан әрі үмітсіздікке түсіп, күйзелуден сақ болған жөн. Құранда өздерін өзгертпейінше Алла тағала сендер тап болған жағдайды өзгертпейді делінген. Демек, қатенді түзетіп, шынайы тәубеге келу қажет. Кез келген қиыншылық Алла жіберген сынақ. Басқа түскен әр түрлі қайғылы жағдайға сабыр еткенде, кінәларымыздан арылып, ақыретте мол сауапқа кенелетініміз ақиқат. Бұл жайлы Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала түрлі ауру сырқау, қиыншылық, уайым қайғы, тіпті аяққа қадалған тікенек арқылы да мұсылман құлдарының күнәләрін кешіреді деген. Адам баласы өмірде душар болатын түрлі ауырлық өзі жасаған қателіктері мен күнәләрінің нәтижесі екенін түсіну керек. Бұл жайлы Құранда естерінде болсын. Бастарына келген қандай да бір қиыншылық өз қолдарымен істеген
кінәларының кесірінен. Қайта Алла тағала барлық күнәларын үшін қиыншылық берместен көбін кешеді делінген. Демек, өміріміздегі келеңсіздіктер мен қиыншылықтар көбінесе өзіміз жасаған күнәларымыздың нәтижесі. Ал күнәні тек тәубамен, Аллаға мінәжат етіп, шынайы жалбарынумен жоя аламыз. Аллаға толықтай мойынсұнып, ішкі руханияттың түзелгенде қиыншылықтардың тыйылатының Құранның басқа аяттарында да бар. Талақ сүресінде кім Аллаға тиісінше тағзым көрсетсе һәм қарсы келуден сақтанып, тақуалықты ұстанса, Алла оған тығырықтан шығатын жол ашып береді. Сондай-ақ ойламаған жерден ризық нәсіп етеді делінген. Нұх сүресінде Раббыларынан күнәларын үшін кешірім тілеңдер, өйткені ол өте кешірімді. Кешірім тілеп, тәубе жасаңдар. Алла сендерге аспаннан нөсерлетіп нұр жаудырады, һәм дүние мен бала шағаларынды молынан береді. Сондай-ақ сендер үшін бау-бақшаларынды жайқалтып, өзендер ағызады делінген. Бір кісі Хасан Басри атты ғұламаға келіп, кедейлікке тап болғанын айтқанда, жаратқан иеңнен жасаған күнәларың үшін шынайы кешірім сұра деп жол көрсетеді. Тағы бір адам келіп, ұрпақ сүйе алмай жүргенін жеткізгенде, шынайы тәубе етіп, Алладан кешірім сұра дейді. Енді бірі келіп, еккен егін, бау-бақшасы қуаңшылыққа тап болып, берекеден айырылғаныңа шағымданғандағыда Аллаға мінәжат қыл, тәубе ет дейді. Мұны көрген адамдар әлгі ғұламаға, әртүрлі қиыншылықпен келген адамның бәріне бір ғана ақыл айттыңыз, мұның сыры не? деп сұрағанда ғұлама, өз ойымнан ешнәрсе айтқан жоқпын, Нұх сүресіндегі аятты келтірдім депті. Менің бір психолог танысым бар. Сол кісі өзіне проблемаларын шешу үшін жәрдем сұрап келген адамдардың бәріне осы тәубе техникасын жасатады екен. Белгілі уақыт ішкен жегеніне мән беріп, қателіктер мен күнәлары үшін шынайы кешірім сұрап, мінәжат еткен кісілердің проблемалары оп-оңай шешілетіндігін айтады. Ұрпақ сүйе алмай жүргендердің сәбилі болып, ажырасудың аз алдында тұрған отбасылардың да шаңырақтары сақтап қалған. Егер тәубе етіп, кешірім сұрап, мінәжат еткеннен кейін де проблемалар шешілмей жатса, онда оның бір хикметі бар екенін түсініп, Алламен байланысыңызды одан әрі жақсартып, тақуалыққа бет бұрыңыз. Аллаға шынайы бет бұрғанда, мына дүниедегі көңіліңізді құлазытып, бас ауруына айналған ұрпағыңыздың болмауы секілді проблемалар сіз үшін мәселе болудан қалып, ұрпақсыз да ғибратты ғұмыр кешуге болатындығын түсінесіз. Кешірім сұрап, тәубе ету үшін ең әуелі шынайы ниет керек. Жасаған қателік, кемшіліктеріне жүректе шынайы өкініш болу керек. Кез келген тілде, қалаған сөзбен жалбарынып дұға етуге болады. Бастысы, жүректің түкпірінен, шын көңілден шықса болғаны. Күнәңіз басқа адамдарға қатысты болса, олардан кешірім сұрап, ризашылығын алуыңыз, ақысы болса қайтарып беруіңіз керек. Кешірім тілеп, тәубе етуді ғұмырлық дағды ретінде қалыптастырып, үзбей жасаған жақсы. Пайғамбарымыздан жеткен кешірім сұрап, тәубе ету дұғаларының ішінен бір-екеуін өзіңізге ұсынып отырмын. Уа Алла тағалам, сен менің ұлы Раббымсың, сен мені жараттың. Мен бір өзіңнің құлынмын. Шамамның жеткенінше өзіне берген уәдем мен сертімде тұруға тырысамын. Істеген жаманшылықтарымнан бір өзіне сыйынамын. Маған берген нығмет жақсылықтарына қарыздармын. Жасаған барша күнәмді мойындаймын. Мені кешіре көр. Күнәларымды өзінен басқа ешкім кешіре алмақ емес. Уа Аллам, менің барша қателігімді, білімсіздігімді, барша ісімдегі шектен шыққан кездерімді кешіре көр. Жаратқан ием, менің біліп, білмей, шындап және әзілдеп жасаған қателіктерімді кешіре көр. Алла тағалам, бұрынғы және кейінгі
жасырын жария жасаған барлық күнәларымды кешіре көр. Менен де жақсы білетін басқа күнәларымды кешіре көр. Сенің құдіретің барлық нәрсеге толық жетеді. Қабыл болған тәубе. Мұса пайғамбардың заманында қатты қуаңшылық болады. Қиналған жұрт оған келіп, «Уа Мұса, сен сөзсіз дұғасы қабыл болатын пайғамбарсың. Құдайдан жаңбыр тілеші», деп өтінеді. Мұса пайғамбар жұрттың жинап жамағат болып, тасаттық беріп, жаңбыр тілеп дұға жасайды. Алладан жауын сұрайды, бірақ тамшы тамбайды. Біраз уақыт өткен соң Алладан, «Уа Мұса, қауымның ішінде 40 жыл бойы күнә жасап жүрсе де, осы күнге дейін бір рет күнәларына кешірім сұрап, шынайы тәубе жасаған күнәһар адам бар. Сол сендердің ішіндерінде болған кезде дұғаларын қабыл болмайды», деген аян келеді. Мұса пайғамбар аянды халыққа айтып, 40 жыл тәубе етпеген адамның жамағаттан ажырауын сұрайды. Сол сәтте күнәһар күбірлеп, «Уа Аллам, мен дәл қазір жасаған күнәларым үшін өзіне шынайы тәубе келтірдім. Менің кесірімнен қауымыма қиыншылық бере көрме. Мені жұртқа масқара етпей, осы жолда құтқарсан, өмір бойы өзіне шынайы құл болып өтемін», деп жалбарынады. Көп өтпей жаңбыр сіркіреп жауа бастайды. Мұса да халық та аң-таң. Мұса Алладан, «Уа жаратушым, өзің айтқан тәубесіз күнәһар пенден арамыздан ажырамаса да жаңбыр жауғыздың. Мұның хикметі не?» деп сұрайды. Сонда Алла Тағала, «Ол пендем қазір ғана күнәларына шынайы кешірім сұрап, шынайы тәубе етті. Тәубесін қабыл алдым», дейді. Сонда Мұса, «Алла Тағалам, тәубесі қабыл болған сол бақытты адамның кім екенін маған білдірші», деп өтінеді. Алла Тағаладан мынадай жауап келеді. «Уа пайғамбарым, ол 40 жыл бойы тәубесіз жүрген кезде оны адамдардың алдында масқара етпей, күнәларын жасырған едім. Енді тәубесі қабыл болып, күнәсі кешірілген кезде оны ешкімге жария етпеймін». Тағдырдың табиғи ағысына қарсы келме. Өмір тыныс алу мен дем шығарудан тұрады. Тыныс алмасаң, тұншығып өлесің. Алған деміңді сыртқа шығармасаң да сол. Адам басындағы тағдыр қиыншылық пен қуаныштан, түрлі оқиғадан құралады. Тыныс алып, дем шығарған секілді, өмірдегі қиыншылықтарыңды қабылдай біл. Қабылдай алсаң, босатуын оңай. «Ал неге менің басыма келді? Мен бұған лайық емес едім», деп сынақты қабылдай алмай, қарсылықтансаң, қатты қиналасың, мүжілесің, бірақ соңында еріксіз көнесің. Расында, қиыншылық дегеніміз өмірде өзін қаламаған оқиғаларға қарсылығын және содан туындаған жағымсыз эмоциян. Тап болған қиыншылығын уақыт өте ұмытылады. Олай болса, бұл қиыншылық өткінші. Десе де басқа түскен ауыртпалықтың емі тағдырға иман. Әлемде ешбір кездейсоқ нәрсе болмайды. Сондықтан тағдырдың табиғи ағысына қарсы жүзбе. Жаратқан ие саған нәсіп қылған сансыз жақсылығын, қуанышпен қабылдағаның секілді, қиыншылығын да қабылда. Мына өмірде күндіз жарық болған секілді, қараңғы түнде бар. Жайма шуақ жаз болған тәрізді, қақыған суық қыста бар. Қуаныш болған секілді, қиындық та бар. Тіпті Алланың осы керағар заңдылығы болмағанда, қуаныштың да, жарық пен жылудың да қадірін білмес едік. Бұл әділдік, бұл өмір заңдылығы. Әр оқиға сабақ, әр қиыншылықтың берері бар. Бірде Мәулана Хазіреті үйіне келсе, баласы болмашы оқиғаға күйзеліп, мұңға батып отыр екен. Ғұлама ұлының мұңлы жүзіне бір қарайды да, далаға шығып кетіп, қорада ілулі тұрған қасқырдың терісін жамылып, өзі бөрі болып ырылдап үйге кіреді. Әкесінің бұл қылығына ұлының шек-сілесі қатып әбден күледі. Сонда Мәулана, балам, қасқыр терісінің арғы жағында мен тұрғанымды сен анық білгендіктен қорыққан жоқсың. Өмірде басына түскен қиыншылықтар да дәл солай. Сені қайғыртқан оқиғалар артында Раббының хикметі тұрғанын, илахи сыр жатқанын біл. Сонда сен қайғырып, мұңға батпайсың деген екен. Ендеше оқиғалардың астарына үңіліп,
сабақ ал да өміріңді жалғастыр. Басыңды көтеріп, тек алға жылжы. Өмірдің өзгертуге болатының тұсын өзгерт, ал өзгерте алмайтын оқиға үшін еш қайғырма. Сенің құзыретіне кірмейтін Аллаға тиесілі істерді бақылауында алып, уысында ұстауға тырыспа. Алланың шекарасына өтпе, оның құзыретімен таласпа. Тағдырға риза болу дегеніміз осы. Ризашылық мақымы дегеніміз тек ізгілер ғана жететін рухани дәреже. Бұл жайлы Құранда: ей, көңіл иман мен тыныштыққа бөленіп, жүрегі жай тапқан адам, Алладан сен разы, ол сенен разы болған күйге Раббына қайт делінген. Алла тағала мына өмірде саған сан алуан мүмкіншіліктер берді. Алдына қиыншылықтарды да шығарды. Сенің осынау мүмкіншіліктер мен қиыншылықтар сәтіндегі таңдауың мен іс-әрекетіңді Алла тағала алдын ала білгендіктен соны тағдыр етіп жазды. Тағдыр дегеніміз міне осы. Пәлекеттің бәрі осымен кетсін. Мәулананың Мәснуиндегі мынадай ғибраты мол хикая айтылады. Күндердің бір күні Мұса пайғамбарға бір кісі келді де: айналайын Мұса, маған дұға жасашы, жан-жануарлардың тілін түсінейін, соның арқасында бұдан да жақсы адам болайын дейді. Сонда Мұса пайғамбар: сабыр ет бауырым, көтере алмайтын шоқпарды беліне байлама, қазіргі күннің сұрағанында әлде қайда қайырлы дейді. Бірақ әлгі кісінің тоқтар түрі жоқ, қайта-қайта өтініп: уа Мұса, бір өтінішімді жерге тастама, тым болмаса ауладағы итім мен қоразымның тілін түсінейін. Мұса пайғамбар бұл адам райынан қайтар деп қанша тырысса да әлгі кісі қайтпады. Ақыры қолын жайып дұға етеді. Ана адам риза болған соншалық жүзі бал-бұл жанып үйіне келеді. Ертеңіне үйдің қызметшісі дастархан жайып жатып бір түйір етті жерге түсіріп алады. Сол сәтте құрт аңдып жүрген қораз жүгіріп келіп түйір етті іліп әкетеді. Оны байқаған ит: ей қораз, осы әрекетін дұрыс па? Сен бидай да арпа да жей аласың, керек болса жүгеріне де қылғытасың, маған да бір нәрсе қалдыршы дейді. Түйір етті жұтып жіберген қораз итке мойнын бұрып: дұрыс айтасың, сен уайымдама, ертең қожайынның есегі өледі, сонда жақсылап тоясың дейді, қанатын қағып жіберіп. Ит пен қораздың әңгімесін естіген қожайын есегін дереу базарға апарып сатып жібереді де: енді көрейін қораз бен ит не дер екен деп аулаға шығады. Сөйтсе ит қоразға әкіреңдеп жүр дейді. Қане, сен есек өледі, қарның тояды дегенін алдаған екенсің ғой. Сонда қораз: есек өлуін өлді, бірақ басқа жерде өлді, өйткені қожайын оны сатып жіберді. Бірақ еш уайымдама, ертең қожайынның ат өледі, сонда еттің көкесін көресің. Бұл сөзді естіген қожайыны дереу атты да сатып жібереді. Өзінен өзі көңілі тоқ, ақшасын санап келе жатып: ой жарықтық, мына жан-жануарлардың тілін түсінгенім қандай жақсы, соның арқасында шығынға батудан аман қалдым деп ойлайды. Ертеңіне тағы да: енді бұлар не айтар екен деп қораз бен иттің әңгімесін тыңдайды. Ит тағы да қоразға күңкілдеп жүр екен: ей қораз, сенің айтқаның болмады, тағы да өтірікші болдың. Сонда қораз: жоға, мен өтірік айтпадым, негізі ат өлуі керек еді, бірақ қожайын оны да сатып жіберді. Бірақ сен уайымдама, ертең қожайынның қатты жақсы көретін малайы жан тапсырады, қожайын қазан көтеріп ас береді, сонда сылқия тоямыз дейді. Оны естіген қожайын дереу малайын сатып жіберді. Қайтып келе жатып: мына хайуандардың тілін түсінгенім қандай жақсы болды, соның арқасында талай шығыннан құтылдым деп марқаяды. Ертегісі күні әдеттегідей ит пен қораздың жанына барса, екеуі сөйлесіп отыр екен. Ит әдеттегідей ашулы: ей өтірікші қораз, қане сенің малай өледі дегенің? Қанша күн мені өтірікке тойдырып келесің? Сенің бұл қылығың дұрыс па? Сонда қораз: мен өтірікші емеспін, малай өлді, бірақ мұнда емес, басқа жерде. Себебі қожайын оны сатып жіберді. Негізінде қожайын дұрыс жасамады, өйткені енді кезек өзіне келді. Бірінші бәле-жала есекке келе жатқан еді. Есек өлсе, бәле-жаланың бәрі сонымен кетер еді. Бірақ есек сатылған соң бәле бағыты атқа бұрылды.
Ат кеткен соң кезек малайға бағытталды. Келе жатқан бәле-жала тоқтасын ба? Малайды сатқан соң енді қожайынның өзіне тіке келе жатыр. Ертең қожайын өледі, сол кезде жақсылап тоямыз дейді. Мұны естіген қожайын көз жасын көлдетеді. Басын тасқа соғып, өкініштен өзегі өртенеді. Бірақ бәрі кеш еді. Қиссадан түсінгеніміздей, кейде басымызға келетін қиыншылықтар одан да үлкен пәлекеттерге кәффарат үшін жіберіледі. Кез келген қиыншылық тәубе етіп жөнге келуіміз үшін жаратқан тарапынан жіберілген белгі. Үлкен кісілердің қандай да бір көлденең келген ұнамсыз істі көргенде